Бүгін осындай өте оңай жасалатын қазан кебап жасаймыз. Алдымен осылай картошкаларымызды ірі-ірі қылып, көп мөлшердегі майға қуырып аламыз қызарғанша. Осылай қызарғаннан кейін сүзіп аламыз. Басқа ыдысқа осылай шетке алып қоямыз. Одан кейін қол майымызға етімізді қуырамыз. Осылай үлкен қызарғанға дейін қуырып аламыз. Алдымен жақсы қуырылуы керек. Қызарып қуырғаннан кейін пиязымызды және сәбізімізді салып тағы да 10-15 минуттай қуырамыз. Баяу отта қуырасыздар, қатты отта қуырсаңыздар асты күйіп кетеді. Баяу отта осылай қуырып, осылай үстіне бағана қуырған картошкаларымызды саламыз. Барлығын араластырамыз. Тұзымызды салып, мен бұрыш қолданбаймын. Бұрыш қолдансам дәмі кетіп қалады. Сосын бұрыш салмаймын. Осылай суын құйып, қайнағаннан кейін 30-35 минуттай астын жай қойып қоямын. Осымен қазан кебабымыз дайын. Ас болсын, менің каналыма жазылып тіркеліп кетіңіздер.